Эй, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан Қалам. Бүгін бізде достар арнада өзгеше реакция болады. Өйткені бүгін біз дейтін Venom 2 фильмінің трейлеріне реакция түсіретін боламыз. Venom дейтін фильмді барлығыңыз білетін шығарсыздар. Venom дейтін мынау. Бұл әрине достар өте атақты кейіпкерлердің бірі. Оны ең басында біз Человек-паук мультфильмінде фильмдерді кездестірген болатынбыз. Бірақ соңғы кездері Sony компаниясы Venomға бөлек фильмдер түсіріп бастады. Егер де білмесеңіздер, Venomның бірінші бөлімі 2018 жылы шыққан болатын, но дейтін уже екінші бөлім, яғни жалғасы деп айтсақ та болады. Қалай достар, сіздерге Venomның бірінші бөлімі ұнады ма, ұнаған жоқ па? Соны жазып кетіңдер комментарийға. Ал біз болсақ бүгін Venom 2-ге реакция түсіретін боламыз. Яғни трейлер шыққан болатын, осы бір апта бұрын, мен әлі қараған жоқпын. Давайте енді достар көрейік. Ал давайте достар фильмнің трейлерін көрейік. 16+ дейді, мен ойлап едім 18+ болатын бар деп, бірақ мында 16+ екен. Яғни мында ешқандай қандар болмайды, ешқандай жестокий сценалар аз болатын көрсетіп жатыр. Бірінші кадрда біз сразу уже Venom'ды көріп тұрық. Ал давайте енді көрейік. Лайк басамыз, ардан разыламыз. А теперь енді көреміз. Ал енді трейлерді көріңіз дейді. Окей, көрейік ал. I say Eva, and I say Iva. Базар жоқ. And I say Iva. Venom'мен бірге тамақ пісіріп жатыр. Көмектесіп жатыр. Venom аспазшы екен кәдімгі. Та-дам! Картуч. Не понял. Базар жоқ, қараңыздар достар. Так, сонда Venom және Эдди Брок екеуі бірге жұмыс жасайтын болыпты да. Бірінші бөлімде солай болып еді ғой. Мұнда екеуі достасып кетті ғой кәдімгі. Venom оған даже тамақ пісіріп жатыр. Блин, бүлтірлі екен мұндай затты көрген. Вкусняшка. Комедия болып кетті, уже шын айтсам. Marvel. Егер де білмесеңіздер, Marvel'ның фильмі емес, бұл негіз жалпы, бұл дейтін Marvel'мен сотрудничествода жасаған, бірақ жалпы негіз бұл Sony'дің кейіпкері, Venom дейтін. Кезінде Marvel'дікі болды, бірақ потом Marvel дейтін кризис кезінде сатып жүрді оны Sony'ға. Сосын енді қазір бұл персонаж енді Sony'дікі. Яғни қазір Sony бұлар түсіріп бастады Venom'ға. Даже Человек-пауктан, например, егер де білмесеңіздер, Sony'дікі, бірақ Sony дейтін прокатқа, арендаға Marvel'ға берген болатын. Міне солай жұмыс жасап отыр олар. Так что Привет, Эдди. Привет, миссис Чен. сол себепті достар, мстительді сіздер ешқашан Venom'ды кездестіре алмайсыздар. Өйткені оның барлығы Sony'дің несінде жатыр, авторский правасында жатыр. Жақсы болды, мен көп сөйлемей қойын, бірақ енді бұл менің реакциям, так что мен өзім білем, көп сөйлеймін ба, көп сөйлемеймін ба. Егер де мен көп сөйлегенім ұнамаса, просто оригиналды қараңыздар онда. Привет, Venom. Ван Шанхау, миссис Чен. Как поживаете? Я тут размышлял о тебе. О, Карнаж! Карнаж! Білесіздер ме Карнаж кім екен? И понял, что мы Қызыл симбиот. Осы жылы в наших решениях часто спорных. Daily Bugle. В нашем отношении к людям, которых мы иногда бросаем. О, мықты ойнап жатыр фильм. Ждать помощи, которая Озвучка никогда к ним не жақсы. придет. Қазақша аударса осы фильмді. Возвращением, Эдди Брок. Давненько не виделись. Мы по тебе так скучали. Осы актер маған айтпақшы ұнайды. Білесіздер ме, осы актерді, осы актер көптеген қызықты фильмдерде ойнаған болатын. Вообще бұл актер жақсы ойнайды, негізі маған ұнайды. Атын білмеймін, достар, атын егер де білсеңіздер комментарий жазып кетіңдер. Мен просто көпшілік актерлардың аттарын жаттамаймын. Том Хардиді білемін, енді Том Хардидің атын жаттап алдым. Главный актер, Venom'ның атын білемін. Актердің атын болды. Қалғандарын дұрыс білмеймін. Да здравствует хаос! Карнажға айналып жатыр, көрдіңіздер ғой. Вау! Хаос уже близко. Venom 2. Көрдіңіздер ме, қайта көрейікші? Қараңыздар. Міне достар, Карнаж дейтін осы. Короче, Venom дейтін осы Карнажбен шайқасатын болады екінші бөлімде, егер де мен қателеспесем. Venom 2. Yes.
күтеміз. Қашан шығады фильм? завозили. Да ладно! Вы же обещали. И что ты сделаешь? Испепелишь меня взглядом? Давай я сожру эту стерву. Нет, ты не будешь жрать, миссис Чен. Что? Ничего. Айтпақшы, бірінші бөлімде тоже банағы апа болған магазиндағы, то есть бұл дейтін кәдімгі уже жалғасы деп айтсақ та болады. Мұнда дәл сол локациялар, даже үйде өзгермеген, бана біз көргендей үйде, мына магазинде бәрі дәл сондай. Достар, енді біз оригинал версиясын қарайтын боламыз, яғни ағылшынша версиясын. Бана біз орысшасын қарадық. Орысшасының озвучкасы маған ұнады. Бірақ енді давайте енді ағылшыншасын көрейік. Мен ойымша ағылшыншасын қараған дұрыс деп ойлаймын, өйткені бұл оригинал болғасын оригиналды қарау керек. Видео тоже достар тез бітіп қалмау үшін тағы да бір рет көретін боламыз, тағы да комментарий беретін боламыз. Әрбір сценаға давай тағы да бір рет көрейік. Trailer starts now. Дәл солай барлығы дым өзгермеген. Нағараздар, no rules eating people деп тұр. Яғни ешқандай ереже, ешқандай адамдарды жеуге болмайды дейді. Яғни Веномға толықтай запрет беріп тастаған, адамды жемесін деп тұр оған. Мұнда қараңыздар, тауықтарды көріп тұрсыздар ме? Бұны не үшін салып қойған мына жерге? Короче, чтобы енді Веномға адам жемесін деді ғой, енді адам жемесе ол бірдеңе жеу керек та, ол обязательно. Егер де ол бірдеңе жемейтін болса, өліп қалады Веном. Сол себепті ол қараңыздар тауықтарды салған мұнда, яғни ол тауықтарды жейді. Көреміз тағы да қандай заттар бар мұнда. Так. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай Веном дейтін уже Эдди Брокпен бірге екеуі достасып алған. Веном оған тамақ пісіріп жатыр. I say either, you say either, I say neither, and I say neither. Ну, уже көрініп тұр, Эдди Броктың түрінен түр айтып тұр, то, что уже шашақ бітті мұндай өмірден, и уже кәдімгі түр айтып тұр ғой кәдім. Нағарандашы, үйдің бәрін шашып тастаған. Either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Ё-моё, ана тамақты қараңдаршы. Catch up. Excuse me. Yummy. Ағылшынша озвучкасы шын айтсам, ну енді оригинал болғасын, әрине ол жақсы болады орысшадан гөрі. Sony, Columbia Pictures, Marvel in association with Marvel. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Function hall, Mrs. Chen. Says hi. Дауыс жақсы Веномның. Оригиналда жақсы екен дауысы. I've been thinking about you, Eddie. Карнаждың дауысы. Because Музыка күшті екен. Музыкасы ар жағында. This year only in theaters. decision we ever make, Базар жоқ. Daily Bugle. we leave behind. Daily Bugle дейтін екен білмейтін болсаңыздар, Daily Bugle дейтін бұл баяғы жұмыс орны Питер Паркердің, яғни журнал сондай, вроде журнал, анда как бы новостьтар жазады, әртүрлі жаңалықтар жазады. И сол Daily Bugle жасайтын кім бар? Джона Джеймсон. Егер де білмесеңіздер, ана адам, который Питер Паркердің бастығы деп айтсақ болады, солда жұмыс істейді, короче. And how do we leave them? Так, но не болды, түсінбедім. Так, бізге бірде көрсетті. Но не, Рейвен Крофт дейді. Так, не ол достар? Егер де білсеңіздер, комментарий сықып кетіңдер. Leave them waiting in the dark. Мына бір тағы да бір кейіпкерді көріп тұрмын, қыз дейтін. Бұл тоже какой-то бір комикстің персонажы сияқты. Мен әзірше түсініп тұрған жоқпын, бірақ кім екен? Rescuer who never comes. Мен сөйтіп ойлаймын ал. Бак, көрдіңдер, ода тоже суперспособность болды. Back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you. So much. Soon come chaos. Ух. Мықты фильм. Көреміз енді соңында қалай болып шығатын. Міне қараңыздар, мына қызда бір тоже суперспособность бар. Мына қараңыздар, айқайлаған кезде бәрін сындырып жатыр. Chaos soon come. Все. Let's be carnage. Яғни, егер орысша аударатын болсақ,
Да прибудет карнаж ба сондай бірдеңе, короче. Карнаж келсін дейді. Карнаж дейтін бұл карнаждың егерде аудармасы типа андай разрушение ма сондай бірдеңе, короче, бірандай жарылыс дейма сондай бірдеңе мағына деген мағынаны білдіреді. И еще достар байқағандарыңыз бойынша мында уже Venom 2 деп жазылмаған, а кәдімгі Venom дегенде сосын ар жағына уже заголовкасы жазылған, в общем, астына кәдімгі фильмнің аты бар, сосын астында уже названиесі бар, типа частьтың. Мында уже 2 деген жоқ уже. The chocolate delivery hasn't arrived yet. We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Вау, қараңыздар, міне мында карнаж ғой да, ну, егерде мен қателеспесем, я осы карнаж болу керек, я осы. Мықты 3D Max кинотеатрларда көрсетеді. Енді білмеймін, бұл енді подпискамен шығатын бар, как всегда, өйткені кинотеатрлардың бәрі жабық, сол себепті біз бұны тек қана Кинопоиск тағы да басқа платформалардан көре аламыз тек қана. Жақсы достар, осымен трейлерді көріп болдық. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Өздерінің ойларыңызды комментарий жазып кетіңдер. Қалай ойлайсыздар? Вообще сіздерге бірінші бөлім қызықты болды ма? Екінші бөлімді күтіп отырсыздар ма? Қандай тағы да пасхалкілер, отсылкілер көрдіңіздер? Бәрін комментарий жазыңыздар. Маған әрине оның бәрін оқу қызықты болады. Так что осылай. Мен күтемін әрине екінші бөлімді, өйткені бірінші бөлім маған ұнаған болатын. Бірақ мен айта алмаймын, маған прям қатты ұнады деп. Маған такой орташа фильм болды бірінші бөлім. Енді екінші фильмді көреміз. Егер екінші фильм одан да күшті болса, керемет болар еді. Әрине мен соны күтіп отырмын. Одан да күшті болса, бірінші бөлім. Өйткені бірінші бөлімде маған жетіспей қалды кішкене экшн. Анда прям, ну так слабенький болды. Соңғы жағында, орталарында кішкене жақсы болып бастады, бірақ басы басталып болмады 2 сағат. В общем, жақсы сыр, онда реакциямды аяқтаймын. Сіздермен бірге нұрлан қалам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.